Жеңіс күні біздің баршамыз үшін халқымыздың жанқиярлық ерлігінің, ер жүректілік пен төзімділіктің және қаһармандылықтың символы. Біздің ата-бабаларымыздың ерлігі лайым өскелең ұрпақ үшін өжеттіліктің, намысшылдықтың, адамгершіліктің зор үлгісі болсын. Қара бұлтқа оранбасын күн көкте, барлық халық бейбіт өмір сүрмекте, отанының бақыт үшін мерт болған батырларды есіңді үсті құрметте. Ер бақыты ел қолында, ел бақыты ерлер қолында деп батыр ағамыз Бауыржан Момышұлы айтып кеткендей, ардагерлер Қазақстан халқына бейбітшілік, тыныштық, береке, бақыт орнатқандар. 9 мамыр жеңіс күні әр адамды толқытатын ерекше, аса қастерлі де айтулы күн. Қадірлі соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлері, қасиетті де ұлы мереке қарсаңында сіздерді жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. 1945 жылдың 9 мамыры жылдан жылға алыстап бара жатқан мерзім. Дей тұрғанмен, ұлы жеңістің нақты бағасы мен маңызы біздің жадымызда мәңгі орын алған деуге болады. Ұлы жеңіс тойы бұрынғы кеңестік халықтардың ортақ басты мерекелерінің бірі. Қара бұлтқа оранбасын күн көкте, барлық халық бейбіт өмір сүрмекте, отанның бақыт үшін мерт болған батырларды есте ұстап құрметте. 9 мамыр жеңіс күні ең қымбатты да қуанышты, қайғылы, мәртебелі мейрам. Халқымыздың ерлігі мен даңқының жарқын көрінісі болып табылады. Майданда да, тылда да жанқиярлықпен күреске түскендердің барлығы құрметке ие, қаза тапқандардың рухына тағзым етемін. 1945 жылдың 9 мамыры жұртшылық жадында біздің халқымыздың ерлік үлгісі, қайраттылығы мен батырлығының символы болып табылады. Благодарим солдаты вас за жизнь, за действие весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем.